Қазір интернетті ашып қарайтын болсақ, бізде шаш өсіру, жыныс мүшесін өсіру, қалай тез арықтау, бәрі толған лайфхак. Өмір егер де жеңіл болатын болса, өмірдің қызығы болмас еді. Өмір лайфхактан тұрмайды. Өмір еңбек бейнеттен тұрады. Егер де артық салмақ жинасаңыз, оны еңбекпенен және бейнетпенен тек қана арылуға болады. Қазіргі таңда біздің қыз келіншектердің көбісі артық салмақ көріп тұрмын деп айнаға қарағанда таблетки от похудения сатып алып жатады, базардан алып жатады, немесе тағы да осы интернет платформалардан алып сол таблеткаларды ішіп жатады. Оның құрамында не бар, не жоқ екенін оны оқып жатқан жоқ, отзывтарын оқиды, отзывтарында бәрі ой күшті деген өтірік отзывтарды оқып жатады, іше бастайды. Көп жағдайда оның ішінде ауыр металдар бар, біздің ағзамызға жат тағы да шөптер бар, тағы басқа дүниелер бар. Олардың барлығы сіздің иммундық жүйеңізді, эндокриндік жүйені өшіріп тастап жатады. Ол егер де сіздің осы жүйелерді өшіретін болса, қит еткен аурудың барлығына шалдығып, хал ахуалыңыз өте қатты төмендеп, тіпті өлім жағдайына да баруыңыз мүмкін. Сол себептен арықтау ол таблеткамен шешілмейді. Арықтау тек қана ауызды тыю, диета сақтап және еңбекпен, бейнетпен жеңетін дүние. Сол кезде өмірден алған сабағыңыз да жақсы болады, деніңіз де сау болады.